тұрып, дәрет алып, Аллаға құлшылығыңызды білдіресіз. Тахаджуд намазы біздің иманымыздың артуына көмектеседі. Сондықтан күнделікті тахаджуд намазын оқуға тырысу керек. Жалпы тахаджуд намазы неше ракат оқылады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тахаджуд намазын 2, 4, 6, 8 ракат етіп оқыған. Тахаджуд намазын түнде құптан намазын оқып болғаннан кейін оқуға ниет ету керек. Мысалы, Раббым, мен сенің разылығың үшін түнде тахаджуд намазда тұрғым келеді деп, ертерек кәдімгі дәретпен, құблаға басыңызды беріп, оң жақпен жатқан жақсы. Сондай-ақ, егер сіз тахаджуд намазында түнде тұратын болсаңыз, отбасыңызды оятуға тырысыңыз. Өйткені тахаджуд намазын отбасымен, жолдас жұбайыңызбен, күйеуіңізбен, балаларыңызбен оқуға кеңес береді. Егер тахаджуд намазына түнде тұратыныңызға сенімді болсаңыз, онда құптан намазын 4 ракат парызын, 2 ракат сүннетін оқып ұйықтай берсеңіз болады. Түнде тахаджуд намазын оқып, сосын 3 ракат үтір уәжіп намазын оқып бітіресіз. Ал егер де жоқ, мен түнде тахаджуд намазына тұра алмай қалуым мүмкін десеңіз, онда құптанның 4 ракат парызын, 2 ракат сүннетін және 3 ракат үтір уәжіп намазды оқып барып ұйықтаңыз. Түнде тахаджуд намазына ояна берсеңіз болады. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құптан намазын оқып болғаннан кейін үтір уәжіп намазды оқымай жатқан. Тахаджуд намазды оқып, сосын барып 3 ракат үтір уәжіп оқыған. Егер солай жасасаңыз, бұл нұр үстіне нұр болады. Тахаджуд намазын оқып болғаннан кейін өзіңіздің ең жақсы көретін дұғаларыңызды оқыңыз. Тахаджуд намазында көбірек сәждеде болған дұрыс. Сәждеде көбірек жатып дұға еткен дұрыс. Алла тағала осы намазды үнемі оқып жүретін құлдардың қатарынан болуымызды, жүзі нұрланған, жүрегі тынышталған, иманы қуатталған құлдардың қатарынан болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Тахаджуд намазын оқудың үлгісін мен келесі видеода көрсеттім, көрсеңіздер болады. Жүзімді құблаға бұрып, Алла разылығы үшін тахаджуд намазын оқуға ниет еттім. Аллаху акбар. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى